Ассалаумағалейкум. Мына алдарыңызда Альфард көлігі 2003 жылғы моторы 3 куб. Егесі мен боламын. Есім Азамат. Осы көлік сатылымда. Бағасы да аса қатты қымбат емес. Қолжетімді бағада. Полный родной краска. Заводской болып тұр. Барлық жерде жұмыс жасайды. Өзінің вертолеттік дискілері. Семейный машина. Нағыз мініп жүргенде семейный қалдырға өте керемет. Калибровка жасауына қажет жоқ, жылтырап тұр полный. Лампалардың барлығы ауысқан. Противотуманка, ближний и дальний барлығы ледке ауыстырылған. Көзді түнде жүрген кезде ослепить етеді, вспышкалар болады. Қосымша айна қойылған. Оң жақты көрген кезде және оң жақтағы бордюрларды көрген кезде өте удобно. Төменге, жоғарыға, жанға бұра беруге болады. Осының бар. Есігі полный обслужить етілген, кнопка қойылған. Кнопканы басқан кезде ашылады. Салонның іші. Көп альфардарда мынандай нелер түсқан болып шығады, ал бұнда барлығы түгел. Капитанский сиденьелер, 4 адам 5 адам емін отыра береді. Театральный подсветка, барлығы жұмыс жасап тұр. Диодный лампочкалар қойылған, төбеде монитор бар и двухзонный климат контроль. Алдында да и артында бөлек мынандай климат контроль. Екі есігі де обслужить етілген, майланған. Ручкасын ұстап жаба беруге болады. Көлікті ашқан кезде мынандай защиткалар сақтап қалады. Тиіп қалмау үшін осындайлар қойылған. Барлық наклейкалар зауыттан шыққаннан бері тұр. Есіктерінде, капотында, артында осындай заводской наклейкалары барлығы, биркалары орнында тұр. Тұрған болар, мына стеклосындағы барлық әйнектері өзінің Toyota заводской. Алдында да боковой Toyota деген жазу тұр міне. Машинасы почти новый состояниеде тұр міне, летний. Өте жақсы состояниеде. Артында өте жақсы жағдайда тұр. Ешқандай сырылмаған, ұрылмаған. Полный толщиномермен ұрып шықса да болады. Барлығы өзінің родной краскасында 150 микрондай көрсетеді полный. Арты түсіп тұрғанда камера қойылған. Қазақ учет, ешқандай конструктор емес, 5 жылғы емес. Өзінің атына беймарал, без проблем. Соның арқылы тіркей бересің. Өзінің атында оформителе береді. Шкалар барлығы жанады. Багажды ашып жіберсін болсам. Багажы арты өте кең, канализацияда. Креслолардың барлығы алға, артқа, жанға айнала береді. Ешқандай қиындықсыз. Алға, артқа. Өткен көбінесе альфардарда артқы сиденьялары болсын, алдыңғы болсын, заклинителіп қалады рельстерде. Алдында ондай проблема жоқ. Ол жерлер барлығы майланған. Не еркін бір қолына итеріле береді, алға артқа жата береді. Мынаусын көтерсе, жата береді. Андай отделениялар өте көп. Жолда қап кеткен жағдайда осын кие баса болады. Мынаның ішін ашып көретін болса, домкраты бар өзінің ключімен. Мына жақта аварийный знак бар. И мына жерде огнетушитель орнатылған. Свежий датамен. Дауыс есіп тұрған жағында екі амортизатор өте жақсы ұстап тұр. Түсіп кетпейді. Десін да? Тұта бала салады. Светоотражающий наклейка қойылған, өте жақсы көмегі бар. Мына жақта есікте сондай ручкамен де ашылады, или кнопкамен де ашылады. Арты өте кең, бұл семьямызбен отырып аламыз да, Бежгород, такси болсын ұра беруге болады, қыдыруға да бола береді. Бұл машина ешқандай таксовать етілмеген, чисто өзіміз үшін алынған машина, өте берекелі, несібесі мол. Отыратын болсам, міне өте кең орын бар, міне аяғым полный созып отырмын. Монитор арқылы да кино көріп жатуға болады. Жауып қоямыз. Басқа алыс қалаларға беймарал саяхаттай беруге болады, қыдырып. Водительге айтпайық, мына жерден өзім кондердің болсын, печкасын болсын өзім қосып, үстінен ұратындай немесе астынан ұратындай өзім бақылай беремін климат контролін. Есік терезесін ашып жатырмын. Терезесінде барлық кнопкалар жұмыс жасайды. Мына жағы да сондай. Колонкалар да жақсы. Буфет сияқты бұлт деп ұрады. Буфет сияқты. Креслоларда ешқандай проблемасыз, алға артқа шалқая береді, айналып отыруға да болады. Алға, артқа мыныстыри береді. Міне өзінің родной колонкалар қойылған. Барлық жоқтың ішінде өзінің родной DVD бар. DVD қойып, кино көре беруге болады. Жатқан қазіргі заманда бұл не актуально. Ұрылмаған, сырылмаған. Барлығы жұмыс жасап тұр. Сынбаған еш жері. Енді алдына отыратын болсам, барлығы биркалары барлығы орында тұр. Электроникасы, центр замок барлығы жұмыс жасайды. Алдыңғы стеклоларды ашып жатырмын. Өзімнің стекломды ашып жатырмын. Ветровики қойылған өзінің заводской оригинал. Центр замок барлығы құлтанып қалды и ашылады.
мынамен блокировка қойып қоюға болады. Мына жақта көшетін болсақ, сол жақта есік ашуға болады. Міне оң жақта есік ашуға болады. Машинадан түспей ақ осы кнопка арқылы ашып жауып беруге болады. Мына айналары міне қозғалады. Оң жақтағы айна қозғалады. И мынаны басса жабылады, міне полный жабылып қалады. ГБО орнатылған. Бір құйып аласың. 11-12 расход жейді жүзге, өте экономичный. Сақ қоюға болады. Маған прямой тағып зарядтай беруге болады. Мына ішінде пәленбай орын бар. Өзінің техпаспорта міне 3 куб деп жазылып тұр. Таза учет. Ашылып, жабыла береді бәрі. Міне. Телефон қойғанға арналған, өте ыңғайлы. Toyota белгісімен сағат. DVD мафоны орнатылған өзінің. Сервис книжка ретінде пайдалануға болады. Қанша километрді коробкасы мотормай ауысты дегендей жазып жүруге болады. И мынаның барлығы сатып алған адамға тегін подарок ретінде беріледі. Мен диагностика жасай беруге болады, машинаның полный. Мына диагностика жасалған, онсыз да ешқандай ошибка шығып тұрған жоқ. Инструкциясы қалай қолдану керектігі туралы жазылған. Мынаның разъемы мынаның астында орнатылған. Өзінің ОБД-2 деп аталатын разъем бар, соған тығып диагностика жасай беруге болады. Мынандай майда шүйделер, жолға арналған очки, 2 в 1. Ішінде 2 очки бар. Мыналар аксессуарлардың барлығы тегін беріледі. Мынау машинаға арналған өте ыңғайлы зарядчик, созыла береді. Мынандай өзінің портмонесі тегін беріледі. Мынау вертолет. Санын ауыстырып өзінің нөмірінде жазып алуға болады. Toyota'ның өзінің кітабы, ішінде полный, егер қаласаңыз, 640 беттен тұратын өзінің кітабы бар, соны WhatsApp арқылы жіберсем болады. И мынада қай жері қанша километрде ауыстырылады. Технический обслуживание туралы картасы, қанша километрде, қанша уақытта қай жер ауысатыны туралы полный жазылған. Міне бір қарап шығу керек обязательно. Қазір бір оталып көрейін машинаны. 3 куб болған екен, тартысы өте жақсы, 2-4 сияқты. Бұл ойланып қалмайды, разгонда басқан кезде 100-ге дейін. Зорға дегенде скорость жинайды, ал болса аяғыңды газ педальдің ұшына 1 сантиметр тигізгеннің өзіне кәдімгідей өте жоғары обороттарды секундтарда алады. Сол арқылы 100-ге 150-ге бейім аралас шығаруға болады, ешқандай қиналмайды. Разгон енді өте жақсы, бодрый, резвый жүріп қояды. Дыға сап коробкасының переключенияларын көрсетейін. Ешқандай дыбыс ашқан жоқ даже. Дыға салдым, әрге салдым. Әрге салған кезде задний камерасы жұмыс істеп тұр, задний камерасы қосылады. Дыға салдым, әрге салдым. Дұрып монитор қойылған, YouTube барлығын көре беруге болады, өте ыңғайлы. Бұл приложениялар бар. Контракам орнатылған, Қазақстан бүкіл базасы камерасы орнатылған. Жолда, трассада беймарал қорқпай жүре беруге болады. Антирадарның қызметін атқарады, полный камераның барлығын айтып беріп отырады. Қазақстанның полный картасы енген міне. Картаға қарап та жүре беруге болады. И қай жерде қандай камера орнатылған барлығын айтып беріп отырады. Енді бір нәрсе қалып кеткен екен, капотты ашып көрсетейін. Капоттың іші осындай, новый аккумулятор қойылған, гарантиясымен. Моторы жағдай өте жақсы. Барлығы өзінің уровенімен тұр. Урдың майы, антифриз, тормозной жеткіс барлығы уровенде тұр, и ешқандай да түскен емес. Шуппен тексеруге де болады, мотордың майы да ешқандай грамм түспеген. Ішінде предохранительдер блогы бар. Барлығы тексерілген, барлық предохранительдер жұмыс істейді. Яғни бүкіл электроникасынан ешқандай кінәрат жоқ. Өзінің баяғыдан келе жатқан өзінің биркалары, матрикалары. Мына жақта вин коды жазылған, вин коды тұлпаспен сәйкес келеді, міне вин коды. MNH10-003644. Одан кейін жеті деген цифрлар екен. Объемы 2994. Моторның объемы, яғни 3 литр. Моторы 1MS дейді, FE. Өзінің 3 литрлік моторы тұр. Несі кондиционері. Мына кондиционер қосып тұр. И вентиляциясы өте жақсы ұрып тұр. И одан кейін отоплениясы 30 градусқа дейін барады. Қазір кондиционер қосылып тұр. Шымсетедемін қазір енді көшеге шығып, жолға шығып, бір жүріп көрсетейін. Видеорегистратор орнатылған, ішінде флешкасы бар, запись жүргізіп отырады. Машина қосылған уақытта. Өзінің заводский оригинал айнасы бар, айнаның сыртынан мынандай дәу қосымша айна орнатылған. Барлығын көре беруге болады. Состояниесі өте жақсы, мен тап-таза болып тұр. Очки салуға болады.
тақтаға салдым. Енді жүрейін. Аяғының ұшын газға тигізсең болды. Атылып тұр ғой. Керемет машина шығарған ғой жапондықтар. Өте әдемі, жұмысқа да болсын, басқаға да болсын, қатырғанға болсын, өте жақсы көлік. Мен бұл көлікке өте ғашықпын. Бұл көлікті жақсы көрем. Именно тек осыған ғана мініп жүре бергім келеді. Бұған отырған адам басқа көлікке мінгісі келмей қалады ғой. Тек осыған мініп жүре бергім келеді. Өте биік джипте отырғандай боласың. Дәу жолға шықтым. Басып көрсетіп жатырмын. Анда машиналардың төбесінен қарайсың ғой.私は慢用して勝手に泥棒と呼んで誰も気にしないと思っていた。その日の牛革は退屈で心の中は空虚でいっぱいだった。あなたが優しく答えて私の心の孤独を埋めるとは思わなかった。私たちは生活の話をしたり夢を共有したりしています。あなたはその太陽に光のように私の心の中のさまよを追い払った。2年間の友情は徐々に深くなり。жалпы машина осындай. Машина өте керемет жағдайда, идеал. Мінесінде кете бересің ғой. Особенно вложение сағылып, шашап, жағдай жасап жүрмейсің. Мінесінде кете бересің. Қазір машинаны талшын номермен өлшеп көрсетіп беремін. ДТП болған ба, ашқатылық бар ма, жоқ па дегендей. Бұл талшын номер примерно 50-100 микрон аралығында көп көрсетеді сондықтан. Соны ескерген жақсы. Негізінен машина полностью 150 мен 100-150 ары кеткенде 200-ге дейін шығады ғой. Заводской өзінікі. 200, 240. $190, 500, 290, 250, 300, 250 міне, 280, 260, 240, 230, 220, 210, 210, 260, 240, 250, 240, 260, 250 настройкаларының бір тексерейін. 250, 240, 230, 250, 250, 240, 220, машина аударылмаған 230, 220, 260, 240, 260, 240, 260, 260, 250, 240, 220, 240, 230, 230, 230, 230, 227. Мына жақ полностью таза. Примерно 150 заводской 120, 150-ге дейін сондай микрон аралығында көрсетеді екен. 230, 250, 250. Бұл Alphard G деген кластағы машина, яғни Alphard G деген кластағы. G деген сөздің өзі қымбат, салонда Жапонияның қымбат жақсы комплектацияда сататын, Alphard сататын, сонда салонда сатылған деген мағынаны білдіреді бұл. Ал V деген ол обычный салондарда, бюджетный бағада сатылған деген сөз білдіреді. Сонда бюджетный бағада сатылатын, обычный салондарда сатылған деген сөз білдіреді V деген. Ал бұл одан жоғары бір класс жоғары G деген. 240, 260, 250, 250, 240, 230, 240, 240, 240,
230, 260, 240, 250, 250, 250, 240, 220, 220, 230, 220, 280, 280, 290, 260, 290, 300, 310, 290, 300, 290. Полностью қарап шықтық. Чиста, таза болып шықты. Бұндай бағада 3 куб Альфард табу оңай емес, жігіттер. Сондықтан өте жақсы бағада. Жақсы состояниедегі Альфард сатылымда. Сондықтан алып үлгеріп қалыңыздар.